Ел президентінің бастамасымен 2025 жыл жұмысшы жылы деп жарияланды. Жұмысшы жылы еңбек адамына деген құрмет. Сәлем, байланыста оқушылар үйі, сіздермен бірге жас тілші Адема. Жұмысшы беделі айдарымызға қош келдіңіздер. Бұл шешім елімізде өндірістік және техникалық салаларда еңбек етіп жүрген мыңдаған жұмысшының маңызын айқын көрсетіп отыр. Еңбек адамы ел тірегі. Мамандығыңыз бойынша қандай жұмыс жасайсыз? Бүгінгі біздің жұмысшы беделі айдарымызда Жұмахметов Ерлан аға. Бүгін біз сізге бірер сұрақ қоямыз. Ең алғашқысынан бастайық. Сіз жас кезіңізде қандай мамандық иесі болуды армандадыңыз? Жас кезде арман көп болды ғой енді. Бізде арманымыз летчик болуп армандадық. Енді ол кезде ескі заманауи қазіргідей телевизорлар жоқ қой. Ескі телевизордан көреміз, летчиктерді көріп қызығатын тұғымыз. Бірақтан енді сол арманға біз жете алмадық. Неге десеңіз, кішкене жетіспеушілік болды ма? Ол уақытта заман басқаша, қазіргідей емес. Қазіргі заманда не армандасаң, сол арманыңа жетесің. Неге десең, қолыңда телефон бар, барлығы дамыған. Қазіргі таңда шаруашылық меңгеруші болып атқарып жатырмын лагерьде. Ол жұмысымды өзім өте жақсы көремін. Жасап жатқан жұмысыңызды ұнатасыз, иә? Конечно, ол жұмыстың өзі бір ғанибет деп ойлаймын. Мен үшін жақсы жұмыс. Ол жерде міне басшыларымыздың бәрі, қасымда жүрген жаңағы жұмысшылардың бәрі, мұғалімдердің бәрі ерекше адамдар деп ойлаймын. Барлығы тамаша, іскер азаматтар бәрі. Бір жұмысты бастап айтсам, сол жұмыстың аяғына жетуіне бәрі атсалысып көмектеседі. Осы жолға түсу үшін сізде алдыңызда қандай да бір кедергілер болды ма? Енді бұл жұмысқа кіру үшін кедергі болды деп айта алмаймын. Енді кішкене енді біраз түсінбеушіліктер болды. Бұл жұмыстың басында білмедік қой енді бұл жұмыстың қандай екенін. Сіздің жұмысыңыз балдармен тығыз байланыста. Сол жолда қандай да бір балдармен, олардың ата-аналарымен жұмыс жасап жатқан кезде бір қиындықтар болды ма? Оларды қалай шештіңіз? Әр баланың өз көңілін табу, ата-ананың көңілін табу деп мен қиын деп айта аламын. Неге десеңіз, қазіргі заманда бізге келгеннен кейін ата-аналар балдарын тапсырған екен аманат қылып. Біз сол балдарды сол жерде ойнап күлуіне, жақсы жүруіне атсалысамыз, көмектесеміз. Әр ата-ананың бізге айтар жақсы сөздері, олардың балам осы жерде жақсы демалып кетті, бір 10 күннің ішінде бір өзгеріп келді, не болмаса бір жаңағы кружоктарға қатысып, жарыстарға қатысып, балам бір әнші болып келді дегенде бір ата-аналар бар, рахмет айтатын. Шабыт сыйлайды, иә? Конечно, ол жерде бір 10 күнде әр тәрбиеші сол балдармен жұмыс істегеннен кейін бір қызықты оқиғалар өте көп болады. Әр күні кешке қаратай бір жарыстар өтеді, соған қатысып бала ынталанып, ата-анасы келетін болса, ой папа, мама қоя тұрыңыздар, менің бүгін жарысым болып жатыр. Осы жарысым өтіп болғаннан кейін келесіздер деп мысалы қызығып отырады, қызықшылық көп болады негізі. Қазіргі уақытта енді балаларға өздеріңіз қуаныш, демалыс сыйлап жатсыздар, бірақ өздеріңіз қайда демаласыз, яғни сіз қайда демаласыз? Енді біздің жұмыс басталғаннан кейін жаз бойы біз еш жерге барып демала алмаймыз, өйткені ата-аналар балдардың бәрін бізге тапсырғаннан кейін сол балдарды аман-есен жетуіне біз өзіміз атсалысамыз. Біздің жаздай демалысымыздың бәрі сол балдармен бірге өтеді. Жұмыс уақыты біткеннен кейін, бала шағаның бәрін жібергеннен кейін өзіміз демаламыз. Міне қазір енді Құда қаласа ертең отпускқа шыққаннан кейін тауға барамыз, балыққа барамыз. Өзім тауға барғанды жақсы көремін, тауда жүргенді жақсы көремін, аңға шыққанды жақсы көремін. Бұл жұмысымызды өзіміз өте жақсы көреміз. Енді біздегі істеп жатқан мұғалімдер, ұстаздардың бәрі өте жақсы деп айтамын. Неге десеңіз, біздің басшымыздың өзі сондай болғаннан кейін, тәрбиеміз сондай болғаннан кейін, басшы қандай болса, артынан келе жатқан ұстаз тәрбиешілердің бәрі сондай болады деп ойлаймын. Жұмысымыз өте жақсы. Оған өте қуаныштымын. Иә, рахмет сұхбатыңызға. Сізге шығармашылық өсулер тілеймін. Өте пайдалы ақпараттар бердіңіз. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Ұрпаққа үлгі, еңбекке адалдық. Жұмысшы мамандығы тек табыс көзі емес, бұл адалдықтың, табандылықтың, елге қызмет етудің айқын көрінісі. Жұмысшы жылы тек атаулы жыл емес, бұл
еңбек адамына деген жаңа көзқарастың бастауы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.